Қайырлы күн баршаңызға тағы да. Мына бауырым жазып кеткен екен, тауық тумай келсе не істеуге болады деп. Енді барлық сұрақтардың бірі осы: тауық неге жұмыртқа тумайды? Тауық жұмыртқа туу үшін не істеу керек дейтін сұрақтар көбінде қойылып жатқан. Соның біреуін алдым да, соның біреуіне жауап берейін деп жатырмын. Тауық ең біріншіден семіріп кеткен жағдайда жұмыртқа тумайды. Содан кейінгі мәселе: қораның іші қатты салқын болған кезде, сосын күн қатты ыссы болған кезде тауықтар жұмыртқа тумайды. Содан кейін үстерінде бет, кене, сірке болған кезде тауықтар тоже жұмыртқа тумайды. Ондай кезде не істейсіздер? Ең бірінші тауық жұмыртқа тумаған кезде сіздер қарайсыздар, жемін қарайсыздар. Көп беріп қойып жатқан жоқпын ба, аз беріп қойып жатқан жоқпын ба деген сияқты қарайсыздар. Сосын бір тауыққа 0,120 грамм жем бересіздер бір тауыққа. Соның барлығын есептеп, бірінші есептеп шығарып аласыздар да, сонша грамм жем беріп көресіздер тауыққа отдельно. Ал онда да жұмыртқа тумай жатса, ол кезде сіздің тауықтарыңыз уже семіріп кеткен дейтін сөз. Семіріп кетсе не істейміз? Семіріп кетсе тауықтарыңызға жем мөлшерін азайтасыздар біріншіден. Екіншіден жылы су бересіздер. Енді қыс уақытында болса жылы су бересіздер, жаз уақытында болса салқын су бересіздер. Содан кейінгі мәселе: семіріп кетсе манағыдай капустилық қоясыздар, төбеден салбыратып қоясыздар капустаны, өздері секіріп жейтіндей қылып. Капустының пайдасы өте көп, ішінде витаминдер де нелер де бар. Тауықтар анаған семірген сайын тауықтар арықтап, өзі жұмыртқа туатын клеткалары ашылады. Содан кейінгі мәселе: тауықтарға 3 күн жем бермей, тек қана су беріп қамап ұстасаңыздар да тауықтар 3 күннің ішінде арықтап, жүдеп, сіздерге жұмыртқа беріп бастайды. Тек қана бұл тәсілде семіріп кеткен жағдайда істейсіздер. Ал ендігі мәселе: үстеріне бет, кене, сірке болған жағдайда не істейміз деп жатыр көбі. Ол кезде сіздер үстерін қарайсыздар, қолтықтың астарын, екі сан бұттарын қарайсыздар, екі жақ қолтығының астын қарайсыздар. Сол жерлерде қап-қара кене, бет деген сияқтылар жабысып тұрса, ол кезде уже сіздер қораны полный тауықтарыңыздың барлығын шығарып, қораның ішін тазалап, хлор шашып, дус шашып, тауықтарыңыздың барлығын қалай айтсам болады, полный тауық қораға дезинфекция жасайсыздар. Және де тауықтардың үстіне дус себесіздер. Дус себесіздер міндетті түрде. Енді оғандайларға кетпей жатыр, не істейміз? Бізде ауылда толып тұр десеңіздер, тауықтарыңызды сеткі бар жерге бөлек шығарасыздар да. Қораның ішіне күкірт бар. Күкіртті білетін шығарсыздар, сап-сары домалақ кішкентай түрпіш түрлері. Сол күкіртті аласыздар да, қораның төрт жеріне қоясыздар да, күкіртті жағасыздар. Күкірт жаққан кезде күкірттің ішіне тауықтарыңыз болмау керек біріншіден. Және де өзіңіз де шығып кету керексіз. Терезе, есік полный барлығын жабасыз да, ішін мана жағып қоясыздар. Содан кейін ол солай бір күн тұру керек. Бір күннен кейін барып есік, терезенің барлығын ашасыздар да, 1 сағатта қоясыздар. 1 сағаттан кейін ішін қайтадан дус шашып, хлор шашып, тауықтарыңыздың үстін дусылап, хлорға жуындырып, содан кейін бар тауық қораның ішіне кіргізесіздер. Сол кезде тауықтарыңыз бет, кене, сіркеден алыстайды. Енді ондайға жеткізбеу керек, шама келгенше бет, кене, сірке дейтінге жеткізбеу керек. Шама келгенше аптасына 1 рет тауық қораның ішін дусылап тұру керек. Содан кейін хлормен қонақтайтын жерлерін жуып тұру керек аптасына 1 рет. Енді понедельниктен 5-ші күні көп адам жұмыста болады. Именно 6-7-ші күні адамдар бос уақыттары болады. Енді той, садақа, анау-мынау болмағанда, енді бос уақыттар таңертең уақытта болады. Сол себепті өзіңізге бір күнді белгілеңіз. Бір аптаның бір күні белгілеңіз, 6-ші күні или 7-ші күні белгілеп, сол уақыт аралықта дустылап, хлор шашып деген сияқты солай дезинфекция жасап тұрсаңыз болады аптасына 1 рет. Сол кезде тауықтарыңыз бет, кене, сірке дегеннен алыс тұрады. Содан кейінгі мәселе: жусанды білесіздер. Жусан. Көп жерлерде бар жоғын білмеймін, жусан дейтін көп далада өсетін жер не шөп қой. Сол жусанды толдырып әкеліп, тауық қораның ішіне іліп қойсаңыздар болады. Жусанның иісі неде де бет, кене, сіркелер болмайды. Сол айтатын нәрсе. Сосын тағы қандай мәселе бар? Тауық жұмыртқа тумай қалуы мүмкін. Айтпақшы, жемі дұрыс болмаған кезде де жұмыртқа тумайды тауықтар. Тауықтар манады. Ау! Жоқ.
Содан кейінгі мәселе тағы қандай мәселе бар еді? Иә, жем ғой айтып отқам, шатастырып жібердім. Жем дұрыс болмаған кезде де болады. Жем жаңа ашып кеткен жем берсеңіздер, ана помойдың арасына салыстырып, яшмен беріп қойсаңыздар да тауықтар жұмыртқа тумай қалады. Сол себепті тауықтарыңызға тек қана бидай беріңіздер. Бидай ол деген өте керемет нәрселердің бірі. Бидай берсеңіздер тауықтарыңыз смело жұмыртқа туады. Куриный рацис беріңіздер. Не болмаса куриный рациста тауықтардың жемінің бір түрі, оның ішінде полный жем бар. Ана яшмені бар, арпа, бидайы бар, кукурузы бар, шемешкісі бар, тағы бір демелері бар. Қырт-сырт дейтіндер көп қой. Сол үшін сіздерге айтарым, бидай беріңіздер. Немесе куриный рацис беріңіздер. Куриный рацистің зерноместі деп айтылады. Соны беріңіздер. Бұл тауықтарыңыз жұмыртқаны пытырлатып, жұмыртқа туа бастайды. Енді осы айтып жатқандарым жасап көріңіздер енді. Өзімнің нәтижем бойынша дәл солай жасаймын. Шүкір, барлығы жұмыртқа туып жатыр. По очереди туады еще тауықтар жұмыртқаны. Кешке дейін уақыт бар, қазір таңғы уақыт. Қазір қолым тиіп жатқаннан кейін бүкіл адамның сұрақтарының бірлеріне жауап беруге тырысып жатырмын. Все, давайте достар, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.